Неге балаға еркіндік беру керек деп ойлайсыздар, иә? Кеше мен бір сторис салған болатын, сол жерде бөліскен едім да. Көп адамдар жазды маған. Сториста емес, рилсқа салыңызшы деп. Мен балаларыма өте қатты контроль жасадым. Жесткий контролер болдым. Бір қадамдарында аңдып отыратынмын үнемі. Видеозвонокпен звонда, қайдасың, көрсет, қасында кім бар, барлығын маған айтып отыратын болды бе. Кейін балалармен қарым-қатынасым үзіле бастады. Мүлдем менен алыстай бастады олар. Бірдеңелер істей бастады, жасырып. Кейін өзім біліп жаттым оны, иә. Вот қателесіп жатты олар. Маған айтпағаннан кейін, менен жасырғаннан кейін. Неге маған айтпайды десеңіз, өйткені мен контролермын, жесткий, мен көңілім толмайды үнемі оларға. Мен көп нәрсе күтіп қоям, көп нәрсе талап етіп қоям да олардан. Ондай маған ала алмаған екен олардың тарапынан ондай жауапкершілікті, сондай. Өзім үлкен адаммын ғой, ересек адаммын, 40-тан асқан адаммын, иә. Жап-жас баладан сондай нәрселер талап етем да. Конечно, мен ойымдағыдай болмайды ол. Өйткені ол жас бала, иә. Сосын өзім балалармен байланысым жоғалта бастағаннан кейін балама сен ер азаматсың, иә, ер азаматқа тәуелді, жаңағы әйел адамға тәуелді болып өмір сүруге болмайды, иә. Мен түсіндім, мен өзім таңдаған күйде, иә, өзім қалаған күйде нытикті, мен етегіме жабыс жүретін, сондай өзім мінезі жоқ, слабо характерный еркек тәрбиелеп жатқанымды өзім түсіндім, иә. Вот вовремя түсіндім деп ойлаймын, Құдайға шүкір. Кейін мен баламен ашық сөйлестім да, вот сен ер азаматсың, жауапкершілікті өзің мойныңа ал, осындай болады ол. Ертең сен әйел алсаң да, мен сен өміріңе араласып кететін боламын, сен маған тәуелді болып қаласың деп сөйлестік та ашық. Сосын өзін еркіне жібердім, өзін еркіне жібердім, өзі шешім қабылдасын, өзі көрсін дедім да. Таяқ жесе де, қателессе де, не істесе де өзі көрсін дедім. Өйткені мен қалаған жоқпын өзінің әйелінің алдында мінезсіз, сондай слабый еркек болған. Кейін оның әйелі сыйламағаннан кейін оның балдарының алдында құрмет болмайтынын, иә. Сондай еркек болған қалаған жоқпын. Және де достарының арасында, иә, достарының арасында сөйлеп болып тұратын, өзінің ойын айта алмайтын, иә, сондай сыйы жоқ, құрметі жоқ адам болған қаламадым. Балаңды аясаң аяма деген сөздің мағынасын сол кезде түсіндім да, аясаң аяма деген. Сөйтіп солай жібердім. Және де бір мақал түсіндім, балаңа балық берме, қармақ бер дегенде. Міне осылай жасаңыздар деп айтқым келеді. Баланы өз еркіне жіберу керек, ол өзі көру керек. Үлкен өмірге аяқ басқан кезде қандай болатынын, жауапкершілікті ала білу керек, шешім қабылдау керек деп ойлаймын да. Содан кейін осындай шешім қабылдадым. Қазір жақсы балам, шүкір, өзінің қалауын жасап жатыр, өзінің таңдауын жасап жатыр. Сау болыңыздар.